Бізге вебинарымыздың тақырыбы оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында интербелсенді тапсырмалар құрастыру деп аталады. Оқушылардың әрекетін ұйымдастырудың арнаулы әдістемесі ретінде қазір интербелсенді оқыту әдістерін алып жүр. Соның ішінде оқытуда білімді игеру процесіне оқушылардың қатысушылар дейміз, үйренушілер дейміз, олар тиімді қарым-қатынасқа негізделуіне көңіл бөлінеді. Неліктен десеңіз, ағылшын тілінен енген интерактив деген сөз, осы интер деген өзара қарым-қатынас, әрекет жасау. Қазір бізде осы интерактивті әдіс бізде сабақта өте маңызды болып тұр. Интербелсенді әдістер үйренушілердің өзара әрекеттесуін оқудың негізі деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдіс екен. Сонымен басқаша айтқанда интербелсенді дегеніміз біреумен қоян қарым-қатынаста болу. Ал интербелсенді оқу дегеніміз өзара қарым-қатынасқа, коммуникацияға негізделген оқыту, диалог арқылы үйрету, яғни үйретуші, өзімен өзге. Үйретуші дегеніміз мұғалім мен оқушы. Үйренуші деген оқушы мен оқушы. Үйренуші өзімен өзі деген жеке жұмыс. Үйренуші мен үйренушілер біріккен кезде бұл топтық жұмыстар, үйренуші өзімен қалғанда жеке жұмыстар жүргізіледі. Бұл қарым-қатынас қалай жүреді дегенде сұхбат, пікірталас, бірлесіп жұмыс жасау, бірлескен іс-әрекет, осының барлығы негізделеді. Енді бұл жерде біз өзіміздің бұрынғы сабақ беру әдістерімізге тоқталып кетсек, бұрынғы жағдайда біз мұғалім оқушы, яғни бір бағытта, кейін керісінше оқушыда мұғалімде белсенді әдістер өзгеріс, яғни ілгерілеу бар. Енді мынау интербелсенді деген соңғы, яғни мұғалім оқушы және оқушы мен оқушының арасындағы байланыс. Интербелсенді оқыту білімнің процесс ұйымдастырылады. Үйренушілерге бірлескен таным процесіне белсенді араласуға мүмкіндік беріледі. Әрбір үйренушінің өзінің үйренгенімен өзінің білімі туралы түсінігін ортаға салу мүмкіндігі туады. Ортаға салып, талқылап, ой толғаныс жүргізеді. Және де үшіншіден, үйренушілер білімді өздігімен құра алатындай біз ортаға интербелсенді әрекеттің көмегімен сол жүргізеді. Ал мұндай ұстаным қомақты нәтижелерге жеткізетін ең тиімді жүйе деп қазір есептеліп отыр. Өйткені адамның жадында бірнеше мезетте өзінің әрекет бөлігін қолмен жасамақ болады. Сол себепті интербелсенді оқыту белсенді әрекеттерін негізгі құралдар мен тәсілдері ретінде таниды. Сондықтан біз қазір осы құралдар мен тәсілдерге тоқталғымыз келіп отыр. Интербелсенді тапсырмаларды құруда бізде белсенді, әлеуметтік белсенді, таным белсенділігі міндетті түрде жүргізіліп отырады. Өтіп жатқан сабақты қарап отырып, осы іс-әрекеттер бар ма? Соны қадағалайсыздар. Сол арқылы сіз сыныптағы іс-әрекетті байқап, бағалап, баға бересіздер. Практикасына көшек, әдебиет сабақтарына өте ыңғайлы жұмыс парағын ұсынып отырмыз. Бұны қалай жасаймыз? Өтілетін тақырыпқа байланысты, мысалы Бекбек Сұхбатбаевтың ағаштар неге ашуланды деген материалын алып отырмыз. Енді бұл жерде балалар көтерілген сыныппен үйге беріледі, келгеннен кейін осымен жұмыс жасатуыңызға болады. Немесе керісінше үйге беруіңізге болады. Мысалы авторы кім, бала жазады. Мына жерге жеке-жеке шығарып бересіз. Тақырыбын, жанрын жазады. Жанрын анықтайды. Сосын сіз мына жерге тапсырмалар бересіз. Мәтінді оқып, мысалы жоспар бойынша жылға әңгімелейді. Енді жоспар бойынша кішкене бір жер қалдырасыздар. Сосын екінші тапсырма қолыңа класстың, сыныптың белсенділігіне, қызығушылығына, қабілетіне қарап сіздер құрасыздар. Олардың сыни сұрақтар қояды. Неліктен автор алмайтын табиғатқа жазылады? Балалар мүшелер талқылауға керек. Ата-анасы көрмеді ме осы ағаштардың өліп жатқан, суарылмай жатқан? Немесе достары көрмеді ме? Неге жазға дейін ағаштар суарусыз қалып қойды деген сияқты сұрақтар беріледі. Соны балалар талқылау керек. Кітапқа қарап отырып, өзіміз ойдан сұрақтар қайтуымыз керек. Неліктен автор алмайтын табиғатқа жазалады? Бұл жерде ашық сұрақтар. Келесі күндерде
жатқан интерактив тапсырмаларымыз қағазбен жасалатын жұмыстар. Әрине, компьютерге, интернетпен орындалады, бірақ жасау қағазбен, балалар қағазбен отырып жасайды. Мысалы, Парсияда мынаны жасап, мынаны жаратылыстануға арналған, мысалы, пен әріппен тұрған сұрақ жауаптары, ші әріппен тұрған сұрақтары. Соны мынаны қиып бере қоясыз. Топтық жұмыста балалар сынап Қазақстаннан шыққан десе, олар мынаны қойып, кубикпен, шаршылармен үшбұрыштарды реттестіріп отырып, жауабын шығарады. Немесе математика сабағында Парсияны барлық пәнде қолдана беруге болады. 68 пен 12-ның қосындысы неше дегенде, мысалы, бала оны 80 деген санды мына жерде тауып құрастырады, келтіреді. Қазылдармен жұмыс бірнеше мақсатта жұмыстануға болады. Топтарға бөлуге, осылай жұмыс жасауға болады. Көбейтуге, бөлуге, қосуға өте тиімді және өте қымбат емес қолдан жасауға болады. Сағатта қолдан жасалады. Пластмасса, ыдыстарды пайдалануды көбейтуге. Мысалы, түрге көбейтеміз. Бір үшке көбейтеміз. Яғни қалаға визуалды түрде көрсету. Соны мына жерге айқындап осылай жасап қоюға болады. Немесе ыдыспенен ыдысты клейлеп қойып, клипчарттарға жасауға болады, картондарға қоюға болады. Әртүрлі фигуралар жасауға болады, тастан, қағаздан. Сағаттар, дисплейдалануға болады. Сағатқа. Ұяшықтар, қолдан жасауға болады. Түстерді ажыратуға. Мына жерге әрі жазылым жүреді, әрі айтылым жүреді, әрі сәрекет жүреді. Пластмасса барбер бар. Солардың барлығын біздер сыртына сандар жапсырып, келесіне сөздерін жазып, дайындап беріп, балаларға жасатуға болады. Себебі біз жаңа айтып кеттік, бәрін сәйкеттік тәсілдемеге негіздеп жатырмыз. Сонымен бірге сөйлем құрастыру, сөз жазу дегенде мынандай түрлі суреттерді алып, сөз жазатын жер қалдырып, әртүрлі қағаздардан жасай беруге болады. Ойындар, бос ящиктарды толтырып, сәйкестендіру дайын ресурстар болу керек. Бірнеше адам болып пайдалансаңыздар тиімді. Бірнеше әріптестер параллельсіздікті тігіп отырып жасаса өте тиімді. Шығарып алуларыңызға болады. Бір бетке алып, қағазбен шығарып берулеріңізге болады. Фигураларды жасалуларыңызға болады. Қолына баланы ұстайтын. Жаратылыстануға, суретін сап өзге әкке керек, мысалы, құлаққа аттарын суреті, қоңырау тестей, тілге, қанатқа, естетуге, күнді салып, таяқшалармен планеталарды айналдырту. Үш таңбалы сандарды балалардың жазып жатпай тез-тез құрастыруы. Ондығы, жүздігі бірлігі. Жұпта жасауға болады, топта жасауға болады. Мына бөлшектерге енді дайын материалдар бар, қолдан да жасауға болады. Конверттің ішіне тапсырмалар, клипчарттың үстіне экрандарды пайдаланып, жауабын таптырту, соның үстіне апарып былай қоя алу, жауабын табу үшін. Матадан, әртүрлі қатты материалдан, адамның ішкі дүниелерін үйрек, өңешкен тамақты құйғанда қайда барады, қалай барады, адамның құрылысы, балалардың өзі орналастыру, тіс тазалығына, адамның дене мүшелеріне байланысты интербелсенді тапсырма, қиып ақарып, ана дөңгелекшелерге жапсыру, жазу немесе жеміс жидектерді, қандай жануарлар ұнатады, көпшілікке байланысты, жан-жануарларды бояу, мына жерде Әріптестер, сұрақ бар ма?
қызығушылығын арттыру мақсатында интербелсенді тапсырмалар құрастыру тақырыбындағы кезекті вебинарымызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.